байқалмайды уақыт. Бұл не деген қуаныш, бұл не деген бақыт. Аңсаған бақытым сияқтанып, айтуым келушек қияттанып, сол жаққа қараймын, сен жоқсың арайлы. Кешікпей келем деп ем, мен тұрмын елеңдеумен. Сол жаққа қараймын, сен жоқсың арайлы. Кешікпей келем деп ем, мен тұрмын елеңдеумен. Өзіңмен арыстым, ойымда таныстым, жайнаған гүлдей құрбым сен, санада тұрдың сен. Жаз еді күлкіңде, қайдасың бұл күнде, сені іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Сені іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Алдыңда тіл бақыт, тұрғандай тіл қатып, толқынға қарап ойланып, ән жеттім жайғарып. Жаз еді күлкіңде, қайдасың бұл күнде, сені іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Сені іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Борса боп тұрған көктемде, өлтіре барсам көктерге, омыраулатқан аспанда, найзағай шаншып өткенде, есіңе мені алғайсың. Қоңыраулатқан аспанда, найзағай шаншып өткенде, есіңе мені алғайсың. Есіңе мені алғайсың. Бәрекелді қошеметтеріңіз, өнерлі жігіттеріңізге. Рахмет. Енді қадірменді меймандар, қадірлі жақсылар, рұқсат болса кешімізді мен қарата ежелгі ғұрыппенен, әдемі дәстүрімізбенен біз нағыз құда болдық деп. Құда дегізген, құйрық бауыр жегізген. Құйрық бауыр жемесе, несіне құда дегізген дейді ғой. Енді біз нағыз құда болдық деп, арнайы сіздер үшін біздің жеңгелеріміздің дайындаған құйрық бауыры бар екен. Рұқсат болса, соны арнайы кештің төріне алдырайық. Астыда құдаларымызды, рұқсат болса астыдағы құдаларымызды шақырсын. Ағасы неге бірітіне бал кетіп отырсыз бәрі? Ар жаққа ұрыс қанең жасап отқан жоқсыз, случайно өзіңіз. Рахмет, кешімізді жалғайық. Енді құдаларымыздың барлығы жиналған болса, біздің жеңгелеріміздің арнайы дайындаған құйрық бауыры арнайы сіздер үшін ортамызға алдырайық. Ağzımda aşk oda, oda, oda desene.
бұйрық бауырды асатын болса, енді рұқсат болса кештің төріне тамаша ақ тілекті ақтаратын осы біздің өлкемізге арнайы келіп отырған алыстан ат терлетіп келген біздің жаңа құдаларымыздың баршасын ақ дастарханның түрінен той түріне алдырайықшы. Бір әдемі ақ тілек ақтарып берсеңіздер, барша жаңа құдаларымыз. Асырсақ билеп ойнаған, көңіл көтеріп тойлаған, дос жарандарды шақырып, шаттықтың күйін ойлаған, осы тойда ән салып, ойнады гүл, билеген шашақтанып, ойнады гүл. Рахметіңіздер, қош келдіңіздер біздің әдемі Алаштың астанасының төріне. Той қуаныш құтты болсын. Енді өздеріңізден шынайы тілек, ниет болса, әуелгі ақ тілекті кімнен бастаймыз? Анамыздан бастайық. Қош келдіңізден арқалап бір әдемі ақ тілек ақтарып қойсаңыз, өзіңізде. Құрметті құдалар, біріншіден бүгінгі бірінші таныстығымыз құтты болсын. Осы сіздермен біздерді таныстырып отқан мына екі жас бақытты болсын. Жастары ұзақ болып, дендері сау болсын. Мына құдалығымыз 1000 жылдық болсын. Мына екі жастың керегелері кең, босағалары берік, шаңырақтары биік болсын. Айгерім келінім біздің елге сүйікті, сүйкімді келін болсын. Ана ислам сіздерге сүйікті күйеу бала болсын. Мына ортамызда салынған алтын көпіріміз мәңгілік болсын. Еліміз барлығымыз осындай амандық, есендікте, жақсылықтары бас қосып тұрайық. 1000 жылдық құдалығымыз құтты болсын. Мына екі алтынымыз бақытты болып биіктен көрінсін. Мына келін бізге сіңімді сол үйді көркейтіп өсіріп өндіретін ең жақсы деген келінге атаққа ие болсын. Мынау құдағи рахмет, алтындай қылып өсіріп өндірдің, қандай қылып берсең біздің ауылда да болып жүреді. Бұл екі жас өмірде ең бақытты, ең барлық жақсылықтар тілеймін бұларға. Енді өсіп өнсін. Биылғы жылғы бас қосу болса, ендігі жылы Құда қаласа бесік тойында тек қана той болсын. Құда қаласа ертең апарғаннан кейін үлкен тойда болады өрді. Бет ашар тойы. Той қаласа берсін. Ал құрметті де қадірменді тойшыл қауым, бүгін Семейдің киелі Семей деп айтайын, өйткені бұл Семейде барлық дана аталарымыз шыққан жер, киелі жер деп айтсақ та болады, тарихи өлке деп айтсақ та болады. Сол себепті осы Семейдің жақсы төрінде, ғимаратында міне қыз ұзату той болып отыр. Оған Жамбыл облысы, Жуалы ауданы және Алматы облысы, тағы да ары қарай Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген қонақтар куә болып отыр. Құдағи тойға ұласын, балалар бақытты болсын. Тек қана екі жақта осы екі балаларының бақытын көрейік. Мен сенемін Елнараға, өйткені Елнара тура осындай жаңағы келінді көрген кезде, Елнараны кішкентай болып, жаңағы 18 жасар кезі, біздің ауылға келін болып келген кезі көзіме елестеп кетті. Сонда жанындағы адамдарға Елнара мынау екінші Елнара ғой деппін ғой. Мейлі, әйтеуір жастар бақытты болып, қосақ құдай екеуінің жұбы жазылмасын. Тек қана сол жастардың бақытын көрейік. Тағы да той құтты болсын. Құрметті құдағилар, тойларыңыз той болсын. Мына алтындай аялап өсірген Айгерім кішкентай қыздарыңызды біздің ислам құдамызға тапсырып жатсыздар. Екі жас екі жаққа да мейірімді болсын, алтын көпір жалғаса берсін, екі жас бақытты болсын, той-тойға болсын.
Ал мынау келген қонақтар, құдалар, мынау құдаларымыз 1000 жылдық болсын. Мына 2 жас қой, негізі бәріміз қосып жатқан өзінің туған жиенім алтын мәжен. Қолға бақ құсын қондырып жатсын. Ол да бір елдің, бір жердің несі, қызы, аруы, соны құсыңды қолынан ұшырмай, соны сыйлап, екеулерің бақытты өмір сүріңдер, дендерің сау болсын, ауырмаңдар. Осы жақсы, үлгілі, бақытты жанұя болыңдар, көбейіңдер, үбірлі-шүбірлі болыңдар. Осы отырған қонақтар, құда-құдағилар, туыстарыңыздың бәрі сіздердің осы жақсылықтарыңызға, тойларыңызға келе берейік әрқашанда. Мынау қадамдарыңызға нұр бітсін, береке берсін үйлеріңе, шаңырақтарың шайқалмасын. Бақытты болыңдар. Ағам, жеңгем, құрып жатқан шаңырақтарыңыз биік, керегелеріңізге, босағаларыңыз берік болсын. Өзгелер үлгі тұтарлық, салиқалы отбасы болыңыздар. Еке болып бастап жатқан өмірлеріңіз тек көркем болсын. Мынау құрметті құдалар, құдағилар, мына бүгінгі құдаларымыз 1000 жылдық болсын, күйеу сіздерге 100 жылдық болсын. Енеміздің жастарымыз бақытты болсын. Мына бізге, әулетімізге мынау не болып тұр? Бірінші келініміз әулетіміз, Армалда. Құтты болсын, жастар бақытты болсын. Әрқашан мынау қуанышты күндерде бас қосып жүруге Алла нәсіп етсін. Той болсын. Тойымыз тойға баса берсін, құдалығымыз 1000 жылдық болсын. Қайным Ислам, келінім Айко, енді енем атын айтуға болмай. Не болмай тұрмыз, атында Айко деп қоямыз бүгіннен бастап. Сырғалымыз батсын, құтты болсын, бақытты болыңдар, шаңырақтарың биік болсын. Әр отбасында осындай той көп бола берсін. Өзімнен кейін ерген келінмен қайным деп бар. Толқып тұрмыз енді. Аман болайық. Той көп болсын. Ассалаумағалейкум, тойға жиналған қауым. Той құтты болсын, құдалығым 1000 жылдық болсын. Тойдан тойға шапқылап жете берейік. Арамыздағы алтын көпір жүрмесін. Тек жақсылық тілеймін, жолдарың ақ болсын, бақытты болыңдар. Қуаныштарыңда, тойларыңда атсалысып, осы отырған ағайын туыстарым 4 көз түгел жиналып, қуаныштыңдар көп болсын. Не дейміз? Құда-құдағи, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Тоқып тұрған нем береді. Ислам елдерім, бақытты болыңдар. Алла жақсылықтан нәсіп етсін сіздерге, елдеріңе саулық берсін, бастарына амандық берсін. Бір көзден аман болыңдар, үбірлі шүбірлі болыңдар. Екі жақты қосып отқан өздерің бірінші себепкер деген бұл. Құда 1000 жылдық болсын, әрқашан жақсылық болсын. Жарық жиылған қауым, бүгін біздің екі алтынымыздың шаңырақ көтеріп, әулетімізді көркейтіп, өсіретін үлкен отбасы болыңдар. Сендерге бар жақсылық тілеймін. Өмірдегі өсіп өнген, сондай дана келін болып, біздің әулетімізді өсіретін, кеңейтетін ұрпақтан болыңдар. Алла тағалам тіл көзден сақтап, бар жақсылықты тілеймін, аман болыңдар. Бәрекелді, көптен көп рахмет, алғысымызды білдіреміз. Енді рұқсат болса, біздің құдаларымызбен бір әдемі естелікке, суретке түсіп алсақ, келіңіздер. Көңіл күйіңіз қалай?
Жақсы. Бір балам екеу болды деп, енді жүрегіңіз жарылуға сәл-ақ қалып қуаныштан төбеңіз көкке бірелі жетпей тұрғаны көрініп тұр. Енді біз нағыз құда болдық деп бір әдемі төс қағыстыру рәсімін өткізсек, керек ғой, бір ортаға келсек, енді құлашымызды кеңге жайып, құда деп бір әдемілеп төс қағыстырып қояқсақ, бір қошемет болса, құдалық 1000 жылдық болсын, той құтты болсын. Ал, қуаныш құтты болсын. Енді ең апасты адамдар, келіңіздер ортаға. Жастардың бақытты болуы ол әрине тікелей сіздерге байланысты ғой енді. Қызым сен үйтпе, бүйтпе деп сіз ұрыспасаңыз, екі ел тату болса, біздің жастарымыз бақытты болады. Жалпы жастарымыздың бақытты болғанын қалайсыз ба? Өмірлі шүбірлі болып немере сүйгенін қалайсыз ба? Сіздер алтын асықтай ұл сүйіп, күміс қасықтай қыз сүйіп, ардақты да аяулы әже болғанды қалайсыздар ма? Сіз қалайсыз ба? Тыныш жүрсеңіздер, соның бәрілігі болады, бұйырса Алла қаласа. Келіңіздер, бір ортаға келіңіздер, бір-біріміздің қолымыздан ұстайық, жастар бақытты болсын, шынайы жандар болып, біз енді туыспыз деп, жақын подружкамыз деп, енді біз қазақ ырымшыл халықпыз ғой, енді бір-біріміздің бетімізден сүйейік, қанша рет сүйсек, біздің осы ислам менен Айгерімнің сонша перзенті өмірге келсін деп бір шынайы ырымдап сүйіп қояш, бір қошемет болсын. Екі, үш, 4, 5, 6, 7. Оңға дейін үй тоқтай салу керек негізі. Давай үй тоқтай салайықшы енді, келіңізден таппай. Оңға дейін үй тоқтай салайық. Ал, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Енді ол әділіне Құдайдың қалауы, біз тілекшіміз, ниетшіміз, оншақты ұлдар мен оншақты қыздар осы әулетте тарай берсін деген ниеттеміз. Пенсияларыңызды құртатын немерелер көп болсын деген ниеттеспіз. Енді рұқсат болса, біздің арнайы сіздер үшін дайындалған қазақи нақышта әдемі шапандарыңыздар, қабыл алыңыздар, арнайы сіздер үшін бір қошеметтеріңіз. Және біздің қонағымызға деген әдемі орамалымыз бар. Рахмет, енді рұқсат болса, осыны бергенді дәлелдейтін бір фотоотчет жасап алайық, келіңіздер, дастарханның төріне табылайық. Ал келіңіздер, құда-құдағымызға бере салайық. Сіздер шапандарыңыз коробкасына. Енді қадірменді меймандар, қадірлі жақсылар, өздеріңіздің тамаша тілектеріңіз бен ниеттеріңізді арқалап той иелеріне тапсырып жатсыздар. Енді той иелерінің сіздерге деген тамаша сый сияпаты той бастары бар екен. Яғни сіздерге де дәл осындай той жұғысты болсын, шаңырақтарыңызда дәл осындай той болсын деген ниетпен той иелері әдемі той бастарымыз ортаға келіп жатыр екен. Той басталды, ағайын той басталды, ортамызға алдырайық. Той иелері сынған той бастарды. Рахмет, енді қадірменді меймандар, сіздерге дәл осындай той жұғысты болсын деп, ортамызға әдемі той бастарымыз келіп жатыр. Енді той бастарды ашу үшін, енді біз арнайы ән сұрап жатамыз. Енді рұқсат болса, той бастарды ашу үшін осы кештің төріне арнайы келіп отырған композитор ұлдарымыз, Нұрсұлтандай ұлдарымыздың орындауында тамаша той бастар әні болсын, арнайы сіздер үшін қабыл алыңыздар. Sensin sevgilim,
suygenim Gönlümde var tüygenim Sensin sevdim suygenim Kütkün şanım benim Kargı suygenim Gönlümde var tüygenim Sensin sevdim suygenim Kütkün şanım benim Kargı suygenim Kütkün şanım benim Kargı suygenim Рахмет. Ең көп алғысымызды білдіреміз. Енді тойбастар әні айтылды. Енді тойбастарды ашуға рұқсат. Келіңіздер ашайық, әдемілеп тойбастарымызды таратып алайық. Сіздерге де дәл осындай той жұғысты болсын, шаңырақтарыңызда дәл осындай той болсын деген ниетпен. Ya, рахмет. Енді қадірменді меймандар тойбастарымызды ашып таратып алған болса, енді осындай ақ дастарханның төрінен табылғанымызға 2,5 сағаттан астам уақыт болыпты. Енді орнымыздан тұрсақ, белімізді жазсақ, арнайы бір үзіліс жариялабасақ, енді өздеріңіз білесіздер, қазақ өзі аттан құласа да, нардан құласа да, салт дәстүрден құламаған, салт дәстүрден аттамаған текті халықпыз. Текті халықтың ұрпағымыз, жастар үлкеннің ақ батасыз ақ дастарханнан тұрмаған. Сол себепті ақ дастарханның төрінен табылып отырған елдің көшін алға бастаған бас құдамыздан иләхи әумин деп асқа бата сұрасақ, жүр ғой. Ал баршамыз білегімізді көтеріп алғанымыз жер иләхи әумин деп. Иләхи әумин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Алла дастарханға береке берсін, ішкен жегеніміз ас қылсын, бастарымызға бақыт берсін, екі жас бақытты болсын, ауырмасын, сырқамасын, өбірлі шүбірлі болсын, құдалығымыз мың жылдық болсын, бәрілеріңіздің үйлеріңізге осындай жақсылықтардан Алла нәсіп қылсын, аумин. Әумин айтқанымыз келсін, көптен көп рахмет, алғысымызды білдіреміз. Енді қадірменді меймандар, қадірлі жақсылар, баршаларыңызды енді аздаған үзіліс жариялауға шақырамыз. Бізде 40 минут үзіліс.
Анау енді осы сіздерге, Құдағидың ағайындарына әкелген сый сияпатымыз. Ана екі елдің арасында дорба болсын дейді ғой. Енді азды болса көптей көресіздер. Ал енді мынау сол Құдағидың үйіне әкелген үлуіміз кілем. Елнар әкел. Енді анау осы Құдағидың қыздарына, ұлдарына деген сый сияпатымыз бар. Соны қабыл алыңыздар. Мынау үй тоғыз, екі адам шығыңыздар. Өзіңіз білесіз, Құдағи кімді шығарасыз? Ағайындарыңыз, өзіңіздің апаларыңыз. Үй тоғызды. Орып жібердіңіз ғой. Екі апа, шығыңыздар. Екі апаға. Сол екеуіне. Ашып көрсетіп бер. Құдағидың әпкесіне осы шапандай жадырап, жайнап жүре беріңіз. Үстіңізде тосын. Мен болдым. Алтын Сақина, қолыңызда тосын. Екінші апасына қолында. Келді. Рауан. Қолына бере бер, Құдағидың өзіне бере берсін. Құтты болсын. Құдағи, мынау сіздің өзіңізге Максмара курткасы, денеңіз ыстықтай киіп, осыны тоздырыңыз. Деніңіз сау болып, шаққылап жүре беріңіз. И және де мынау под бриллиант комплект. Құтты болсын, Құдағи. Жандос. Үлкен құдаша.
құда бала. Алтын цепочка. Екінші құдаша. Сепшкілді тақ құдаша. Құтты болсын құдаша. Далаға шығып жуамыз ба? Мунира. Минура. Алтын Сақина. Құтты болсын. Және мынау бізде өлтірі деген болады. Өлтірісі, қалың малы, ана сүті, осыны қабыл алыңыз Құдай. Бұл екі елдің ортасында жүрген дәнекер ғой, одан басқа ештеңе емес. Бізге де жұғысты болсын осындай той. Ағайын 9. Бұғанда 2 кісі шықсын, бетін ашатын. Құдағи. Екі адам ғой. Енді бізде түсіп келу деген бар. Түсіп келген уақытта 9 орамал, 9 шапан, ағайын 9 деген сияқты келеді. Бұл ағайын 9. Өзіңіз Құдағи кейін өзіңіз ағайындарыңызға бересіз. Ал құтты болсын, өзіңіз тарап бересіз. Тойдан қайтсын. Енді нағашы 9. Нағашылары 9 көрпе дайындады. Сол көрпені қабыл алыңыздар. Міне 9 көрпе Құдағи. Мынандай 9 көрпе. Бұл нағашы 9 деп аталады. Нағашыларына берілетін нәрсе. Бір көрпе бар, нағашы 9. Енді мына қожынды көріп тұрсыздар. Сіздер осы Семей жақта осындай кішкентай сырға Сақинаны қадап әкеледі ғой, бізде енді ондай жоқ, сонда да сіздердің салт дәстүрмен қадап алып келдік. Бұның бір жағында күйеу қоржын бар. Оның ішінде өрік-мейіз өздеріңізге жаңа күйеудің жеңгелері, жаңа балдыздары алады деген сияқты ғой енді. 9 орамал, 9 бас киім, сондайлар. Енді ана сыртындағы әшекейлерді өздеріңіз аласыздар. Бетін кім ашады? Берерсіз Құдағи өзіңіз. Ар жағында 9 орамал, 9 нені көрсетті. Тоғыз орамал. Мына отқа қияр мата. Отқа жыртар. Баңыз, байландырыз, не істейсіз? Жоқ, бір пәкіс әкеліп Енді оны өздері жасап, өздері береді. Екі өргіріп, екі өздері құрамай.
Дұрыспен Құдайдың өзіне дастархан жайып өз қояды. Соңынан сізге. Екі жастың махаббаты тәтті болсын деп мына тәтті сусында келдік. Бұны ашатын екі кісі. Керек болса мына метрді жұтып алыңдар. Екі адам. Тәтті фруктылар. Бұған да екі адам. Құдағи фрукты. Ажар, берген. Мынау кәмпитіміз, шайымыз, кәмпитіміз, печеньеміз. Бұның ішінде өзі бетіне ашатын заты тұр. Осын аларсыз, Құдағи, мынан ашсын. Мынау Феберликтің жаңағы әтір отырмайы Green Life екі компаниядан алып келген әртүрлі заттар. Енді бұйырғанын өзіңіз тарқатып бересіз. Шашуымыз мынаны қазір ашыңыздар. Одан кейін жаңа ішіндегі конфеттерді бір пәтніске салып өзіңіз ауыз тигізесіз қой қазір. Міне бетіндегісі, Құдағи. Мына бетіндегісі. Ал енді біздің алып келген, түсіп келгендегі заттарымыз осы. Ырза болыңыздар. Енді Құдағиларыңыздың өзінің әйтеуір тырбыңдап жүріп жасаған, қуанышына жасаған нәрселері қабыл алыңыздар. Кемі болса айып етпеңіздер. Ол әрқашан ондай кемшілік деген болады ғой, болмайды емес. Айып етпеңіздер, қабыл алыңыздар. Рахмет. Зорға жеттік қой. Бізде тағы да нан тоғыз деген болады. Оны алып келер ма, ол қатып атады. Одан кейін қоятын жерде жоқ. Ашып, Құдағи, бір-екеуін ашып. Оның несі? Өзімізге. Бағанағы көбірек алып бағана да салып берген өзім алған Құдағилар, бата сұраймыз 2 жасқа. Кім бата береді? Апа! Апау, бата беріңіз. Бата, сұрап атыңыз. Не істеп тұрмын, ешкілінді қойшты. Құрметті достар, Алла жарылқап үйіңе жақсылық кеп төгілесін. Үрін бұтақ жанұяң еш жамандық көрмесін. Ұрпағың өсіп көбейіп беделің артып өрлесін. Қыдырдар бақ қонып ошағың өтсін десін. Елдерге жаман болсын, тыныштық жаман болсын, қызық қуанышпен осылай бастарың тойменен қосыла берсін. Жақсылық болсын. Тілегіміз қабыл болсын.
рахмет, көптен көп ал енді. Қадірменді меймандар, қадірлі жақсылар, ал қош келдіңіздер. Өздеріңіздің нұрлы бейнелеріңізді, нұрлы жүздеріңізді осынау кештің төрінде, дүбірлі тойымыздың, қызық қуанышымыздың екінші ақ дастарханның төрінен көргенімізге өз басымыз өте қатты қуаныштымыз. Инелері ілігіп, саусақтары бірігіп, білекті жоғары көтеріп, сол білектің түбінде жүрек тұрып, жүректің төрінен орын алған, жүрегі жомартыққа толған, пейілінен пейіс таңғитын қадірлі жақсылар, қош келдіңіздер, той құтты болсын. Рахмет. Енді қадірлі меймандар, сыртта жүрген барша ағаларымыз болса, қадірлі қонақтарымыз болса, баршаларыңызды жоғарғы қабатқа ақ дастарханның төріне шақырамыз. Енді рұқсат болса, алдарыңызға қойылған ыстық астан алып отырыңыздар. Кешімізді тамаша әуелеткен әуезді әнменен жалғайтын боламыз. Нұрдәулетте ұлдарымыздың орындауында бір тамаша әуезді ән арнайы сіздер үшін болады. Ортаға шығып, әдемі вальс билеуге болады. Қабыл алыңыздар, арнайы сіздер үшін Нұрдәулет, Руслан ұлдарымыз.